Алашым, мен магазинге кеттім. Осы Роза жай көрінбей қалды ғой, Иә, біраз болды, көрінбей қалды. Тыныштық па екен? Кешегі аптада барғам, негізі қатты нашарлап ауырып жатыр негізі. Сөйтіп, үйден ыстық сорпа алып бардым да. Сөйтіп, нан, анам алып бардым. Соны ішкізейін деп басын көтергенім, негізі шам мазасы жоқ, өте нашар. Қой, ауыр қаппа. Маған да кіріп шықсы дейсің онда, иә? Есік ашық, кіре бер. Апа, үйдесіз бе? Үйдемін. Амансыз ба, апа? Амансың ба айналайын. Қай бала болдың, танымадым? Мен Қасым. Сіздің жағдайыңызды біліп кетейін деп келдім. Рахмет айналайын. Алло сізге. Ой, рахмет, көп жаса болам, көп жаса. Рахмет үлкен. Өзің қалайсың? Амансыз ба, Роза апа? Кел, сен ба? Мен қой электрик апа, анау қарызыңыз көбейіп кетіпті ғой апа, светтің қарызы. Енді айналайын ау, өткен қалған пенсиямды дәр алам деп жетпей қалды. Бұл айқысын әлі берген жоқ, берсе төлейін ғой шағым. Апа, қарызыңыз жүдә көбейіп кетіпті, бастықтар ескертіп жатыр. Бір-ек күнде төлемесеңіз, светіңіз қырқылады апа. Маған ренжімеңіз. Сау болыңыз апа. Апа, сіз уайымдамаңыз. Біз достарымызбен бірге сізде әжелерге көмектесеміз. Ой, айналайын, қоя ғой. Сен бар ғой, маған көмектескенше ана сабағыңа уақыт бөл, айналайын. Жоқ, апа, мен онсыз да сабағым жақсы оқимын. Жарайды, мен онда достарыммен ақылдасып көрейін, иә? Жақсы. Қоя ғой, айналайын. Мақұл, жақсы, аман бол шырағым. Сәлем бәріңе. Сәлем, қайдан асығып келе жатырсың? Ит қуып келе жатыр ма? Біздің Қасым бос жүрмейді ғой. Бір жаңалығы бар шығар? Иә, не жаңалық? Босқа жүгіріп келмеген шығарсың? Бір әжейге көмек керек болып тұр. Көмектесейікші? Сен сонда ата-әжелерді қайдан тауып ала бересің? Өзі әжесінің баласы емес пе? Сондықтан да әжелерге жақын жүреді. Ой, достар, ойнап тұрған жоқпын. Жарайды, айта қойшы, бүгін кімнің үйін жинаймыз? Осы бізден басқа балдар жоқ па? Олар далада ойнап, уақытын жақсы өткізеді. Біз бос уақыт жүрміз, әркімге көмектесіп. Қой, олай деме балгерім. Бізде ешкім қинап жатқан жоқ. Қайта біз өзіміз барып көмектесеміз. Ендеше әжең жағдайын айтайын. Әжей жалғыз тұрады екен. Ешкім жоқ. Зейнетақысына дәрі-дәрмек алыпты. Жарық пен жылуды ақысын төлеуге ақшасы жоқ екен. Мен өз копилкамды сындырып көрдім. Ішінде 3.000 теңге бар екен. Бірақ әжейге 18.500 теңге керек екен.
Мен бұл жолы көмектесе алмаймын. Мен телефонға қабымды алуым керек. Сол үшін ренжімеңдер. Сау болыңдар. Кетсе кете берсін, оны да дұрысынан түсінейік, достар. Балгерім өз таңдауын жасады. Сондықтан бәріміз бірігуіміз керек. Негізі балгерім бізге әрқашан көмектесіп жүр ғой. Бұл жолы оның орны білініп қалмау үшін күшімізді біріктірейік. Болды енді. Әжеге қалай көмектесетінімізді ақылдасайық. Иә, әжеге қанша ақша жетпей тұр? Соны бірігіп жинап берейік та. 18.500-ден Қасымның 3.000-ын алсақ, 15.500 теңге қалады. Соны жинап жеткізсек болды. Ал кімде қанша бар? Таңертең ақшам бар еді. Бірақ ол ақшадан 100 теңгем қалды. Үйде қанша ақшам бар екенін білмей тұрмын. Бәрімізде солай болып тұр ғой. Ендеше Қасымнан үлгі алып, бәріміз копилкамызды сындырайық. Достар, сендерге рахмет. Ендеше бір сағаттан соң осында кездесейік, копилкаларды қиратуға аттаныңдар. теңге жинадық. Әлі 7500 теңге жинауымыз керек. Қалғанын қалай табатынымызды білесіңдер ғой, Әрине білеміз. Асан екеуміздің ойлап тапқан уақытша бизнесіміз бар. Иә, біз машиналардың шинасын жуып, салондарын қарайтып береміз, содан теңге аламыз. Біз Бекзат екеуміз Арбатқа барып өлең айтып ақша таба аламыз. Онда мен домбырамды алып шығайын. Біз Арбатта талай өнер көрсеттік емес пе? Ал біз Биби екеуміз сауда орталықтарының алдында жарнама қағаздарын таратамыз. Мен жаңа жарнама орталығына барып соғып келдім. Бүгін оларға қағаз тарату керек екен. Қасым Мереке үшеуміз мен әкем дүкеніне барайық. Қасым екеуміз жүк тасимыз. Ал Мереке дүкен үстелдерін реттеп береді. Иә, әпкеміз маған қолың бос болса келіп тұр, ақшасын төлейміз деген. Теңге жинадық.
2000 теңге жетпей тұр. Жеттім ау. Не қылдыңдар? Қанша жиналды? Қанша жетпей тұр? 2000 теңге жетпей тұр. Ей, сен телефонға қабалам деген еді ғой? Ой, телефон жарап қалмайды. Барлық достарым жиналып, әжеге көмектесейін деп жатқанда, мен де құр қалмайын. Әйтеуір жеткізе алдыңдар ма? Ойбай-ау, айналайындар-ау, мына ақшаның бәрін қайдан алдыңдар? Әй, ұрлағаннан саусыңдар ма? Жоқ әже, біз бұл ақшаны өз еңбегімізбен сізге көмектесу үшін тауып алып келдік. Иә, ішінде осындай да керек болады деген ақшаларымыз да бар. Біз әрқашанда сіздей кісілерге көмектесіп тұрамыз. Ой, рахмет. Біз сізге көмектескенімізге қатты қуаныштымыз әже. Ой, бәрекелді. Сізге көмектесемін деп Арбатқа барып домбырамды тартып халыққа өнерімді көрсеттім. Ой, алтыным, сол. Қайта сізге рахмет. Біз Қасым екеуміз кешке дейін дүкенде жұмыс жасадық. Мен де сол дүкенде жұмыс жасап, өзімнің еңбек ақымды алдым. Бәрекелді. Рахмет. Ал біз түкте шаршаған жоқпыз. Биби екеуміз сауда орталықтарын аралап, жарнама қағаздарын таратып шықтық. Бәрекелді, айналайын, рахмет. Маған қызмет істеймін деп көп шаруа тындырыпсыңдар. Сендердей жас ұрпағы бар елдің болашағы керемет болады деп сенем, айналайындар. Менде бір жаңалық бар. Қандай әже? Өткенде мына балам сұрағанда мен қайта айтыппын. Қазір есептеп көрсем, 18.500 емес, 14.500 болған екен. Ендігі қалған ақшаға ана дүкенге жібер, бір зат алдырайын. Шай ішеміз, Шай ішеге айналайындар сол. Рахмет үлкен бәріңе.